Балам сенің үйіңде тұрып оқысыншы деген сезон жақындап келе жатыр. Иә, ауылдан балалар келеді. Бәріне бірдей жатақхана бермес. Пәтерге де жағдай болмайтын шығар. Амалсыз туыстың үйіне жібересіз. Біздің қазақтарда айтыла бермейтін біреудің үйінде тұру әдебін ұсынамын. Рұқсат сұрау керек. Тек үйдің бір адамнан ғана емес, екеуінен де. Себебі ер адам үйге әкелгенімен тамақ пісіретін, киім жуып күтетін әйел. Балаға біреудің үйі біреудікі екенін түсіндіріп жіберу керек. Қазақ күйгіз үйдің шаңырағын биікке тіксе де есігін төмен салған. Себебі кез келген адам үйге көкіректі басып, басты түсіріп, иіліп кіру үшін. Қонақ қойдан жуас дейтін қазақтың сөзі бар. Орыстардың өз үйіңді үйгер, бірақ қонақ екенді ұмытпа деген де бар. Құр қол жіберме. Балаң сол үйдің бір мүшесі ретінде тамаққа ортақ екенін түсін. Қарбаласқан өмірде тиын табу үшін жар құлағы жастыққа тимей, еңбек етіп жүрген туысқаныңның бейнетін құрметте. Балаң өсек тасымасын. Біреудің үйі бөлек мемлекет. Қанша жерден туыс болсаң да, жеке отаудың границасын бұзбау үшін соқыр, мылқау болуға тура келеді. Сен де сұрама. Сол үйді естігені мен көргені сонда қалсын. Көмектесуге асық болсын. Есейіп қалған ер бала болса, қыз бала болса, тірліктен қашпаған жөн. Сол үйдің бір адамы болған соң еңбек сіңіруі де керек. Таза болсын. Тазалық әжетханадан басталады. Жұптардың бөлмесіне бас сұқпау. Жұптар тым болмаса өз бөлмесінде оңаша жатуы керек. Есік болса есігін қақсын, перде болса дауыстап рұқсат сұрасын, есігі жоқ болса төмен қарасын. Артық адамды рұқсатсыз әкелмеу. Өзі қонақ, тағы бөтен адамды ертіп әкелсе, ана үй емес, вокзал болады. Біреудің шаңырағын сыйлау керек. Үй шаршап келген адамның тынығатын оңаша отауы болу керек. Мүмкіндік болғанша баланы студенттік өмірде көру үшін жатақханада тұрғызған жөн. Себебі әрі оқиды, әрі қоғамдық жұмыстарға араласады. Пәтерде тұрам десе де қарсы болмау керек. Тамақты бөлісіп ішуді, сатып алуды, жалпы өмір сүруді солай үйренеді. Сосын бәле жаладан сақ болу үшін қызы бар үйге ересек бала қонбаған жөн. Статистика бойынша зорлық жасау қаупі көбі үйге қонуға келген туған туыстан келеді. Ащы болса да шындық.